саламатсыздар ма, құрметті YouTube көрермендер? Бүгін ертең құрбан айт бізде. Сол құрбан айтқа арналған бауырсақ пісіремін. Ол бауырсақтың рецебін аяқ жағында айтамын. Кімнің рецебімен жасағанымды бірге болыңыздар. Қазір біз опора жасаймыз. Бір ас қасық қант, сосын бір ас қасық тұрмышы, және де ұнымыздан да бір ас қасық қоямыз. Сосын оны осыдан да бір ас қасық саламыз. Бір ас қасық саламыз, сосын жылы сүтімізден құямыз. Бұны жауып қоямыз. Жақсы араластырамыз. Сосын үлкен тазиға алайын, сосын жалғастырамын. Осы бетін жауып қоямыз. Ары қарай жалғастырайық. Опораны 10 минутқа қойып қойдым. Қазір менде мынада сұйық май бар. Осыдан бір ас қасық сұйық май қоямыз. Бір ас қасық сұйық май. Мынада жылы сүт тұр менде. Тағы да жылы сүт или минеральная вода болады деп жазыпты рецепте бұл кісі. Менде жылы сүт. Көрдіңіздер. Сосын бір стақан айран депті. Айранды болса бір стакан. Бір стакан айранды құямыз маяққа. Сосын менде бір стақан айранды құйдым. Енді бір стақан, қант, мындай шекер. Сосын тұз шай қасығы. Тұз менде. Сосын қосамыз. Сосын 2 жұмыртқа қосамыз. Екі жұмыртқа осын жақсылап араластырамыз. Опораны қосамыз. 10 минут қосылған опорамызды қосамыз. Онды жұмсақ болғанша саламыз. Көрдіңіз ме сіздерге? Үлкен ыдыс алып алдым осындай. Енді мына бағанағы опорамыз бағанаға қашамыз. Мына дайын болып осында құямыз. Оны ұстайсыздар.
нанымызды саламыз. Жұмсақ болғанша илейміз. Жұмсақ болғанша илейміз. Жұмсақ болғанша илейміз. Көрініп тұр ма? Сосын ол кісі татты бауырсақ жақсы көреді екен. Кімнің рецепті екенін пісіргеннен кейін бөлісемін. Ертең бізде құрбан айт. Құрбан айт ертең. Құрбан айттан кейін сразу құрбан шалуға кіресіздер. Құрбандыққа алатын малдарымыз сап-сау болу керек. Я, білесіздер, құрбан айт мал, сап-сау мал. Құрбан айтқан сау мал шалынады. Бір адам болса, бір қой шалынады. Или 7 адам бірігіп сиыр союға болады. Құрбандық шалуға болады. Ертең мешіттерге барып айт намазы оқылады. Содан кейін адамдар құрбандық шалады. Мешіттерде әртүрлі ойындар ойнатылады. Сондай болады. Бізде бүгін арафа, білесіздер, арафа күні қажылыққа бармағандар ораза ұстайтындарын біз ауызашар қазір бізде 9:35 кеткенде болады. Біздің қала бойынша. Сосын бір 30-20 минутқа қойып қоямыз. Мына дайын болды. Бетін жауып қоямыз бұнда. Біз қазір ауыз ашамыз. Арафа күні бүгін ораза ұстадық. Көп салауат айтсаңыздар болады. Және де әр парыз намаздарынан бастап, әр парыз намазға ташрих такбирді айтасыздар. Аллах. Так, 20-30 минут ұстаймыз дедік. 30 минут өтті. Мен қамырым көтерілді шамалы. Енді осыны 3 бөлікке бөліп қоямыз қазір. Осыны 3 бөлікке бөліп қоямын. Так, мынаны шалышты қойып. Осыны 3-ке бөліп қоямын. Так. Осыны 3-ке бөліп. Қасап қойса болады. Болады екеуін. Біреуін бақа қолданамын. Екеуін осыған салып тұрдым. Бетін жауып. Мынаны ысып, қазір көрсетемін бауырсақты. Так, мынаны
Елеп аламыз, сосын домалақтап төртбұрыштеп қалай ыңғайлы солай кесесіздер өздеріңіз. Мынандай бауырсақ кесетін мынандай ыдысты алдым, осымен кесемін. Осындай домалақ қылып істеймін. Осы майымды қыздырып аламын. Өсіп жалғастыра беремін. Менде память аз болып тұр да соткамда, сондықтан да бір-екеуін ғана көрсетіп, сосын қалай пісіргенімді көрсетемін қазір сіздерге. Так, мен осылай кесіп қойдым бауырсақтарымды, қазір май құйып, сосын қуырып жіберемін. Осылай қалған екі нанды да, мынадағы екі нанды да солай жасайсыздар. Мына менде екінші нан, мына жерде үшінші наным бар, ал мынау астатық алдыңғы бірінші наннан астатық қылып өсіп жинап қойдым. Осында қазір домалақтап кесіп аламын. Осылай. Солай жалғастыра беремін. Мынау қалған астатықтары домалақ бауырсақтарды нетіп біткеннен кейін осыны қазір төртбұрышқа кесе саламын. Өйткені домалақта кескенде жан-жағында артылып қалады ғой. Сондықтан төртбұрыштап кесе салам болады. Осыны төртбұрыштап кесе салам. Кішкентай бауырсақ болсын. Осылай пісіріп саламын. Осылай бауырсақтарды қойып қойдым кесіп. Қазір пісіремін, иншалла. Қазір енді жаңағы бауырсағымызды қуырамыз. Табамызға майды құйып аламыз. Рахманиррахим. Бұл бауырсақты Айдыннұры ханымның рецепті бойынша істеп жатырмын. Егер де сіздер менің тақырыбымды оқымаған болсаңыздар, ең соңында айтып кетейін, кімнің бауырсағын істейтінімді. Бұл Айдыннұры бауырсағы рецептімен. Айдыннұры ханымның рецептімен істеп жатқан бауырсағын. Көрдіңіздер ме, қалай көшін болып шығып жатыр. Субханалла, керемет. Сіздер де істеп көріңіздер. Ертең құрбан айт мейрамдарыңыз құтты болсын. Өсіп қып-қызыл пісіп шығып жатыр. Қалай көтеріп тұр, көрдіңіздер ме? Күшікін тоқтың астына әзілдігін. Айдыннұры ханымның бауырсақтары. Мен бауырсақты мынандай ыдысқа мынандай бауырсақ шығып жатыр. Керемет енді бауырсақтар. Бауырсақтар енді керемет. Пышны болып шығып жатыр. Қазір көрсетемін бауырсағымды. Бауырсақтар мына мынандай болып шығып жатыр. Мынандай әдемі. Бауырсақтарды салайын. Осындай болып пісіп жатыр. Осындай пышын болып.
Берекетті екен, Айнұр ханымның борсақтары көп болып шықты. Берекелі борсақ екен Айнұр ханымдікі, өте көп шықты, алхамдулилlah. Айнұр ханымның берген рецептімен жасаған борсағым өте керемет болып шықты. Қазір өзім шай ішіп алайын деймін. Ертең құрбан айтқа, алхамдулилlah, берекелі болды ғой. Көп шықты, алхамдулилlah. Сіздер де жасап көріңіздер. Описанияға рецептімен бөлсем, Айнұр ханымның рецептімен бөлсетін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер осы борсақты. Өте берекелі борсақ екен, көп шықты. Және де комментарияға жасасаңыздар, отзывтарыңызды қалдырып кетіңіздер. Менің YouTube каналыма, арнама тіркеліп қойыңыздар. Лайк, подписка жасасаңыздар болады. Келесі видеоны жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басыңыздар.